Аружан, бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс. Сонымен не жоспар? Маған қазір бір жерге барып қайту керек. Егер дизайнер бәрін қарап шықса, шешімін айтсын. Иә, қарап көрдім. Эскиз 1-2 аптада дайын болады, мүмкін 5 күнде. Фу, міне, тез ақ. Ақша керек болған кезде бәрін де істеуге болады. Солай ма Ербол? Шәрет, мен кеттім. Кеш қалмаңдар. Ақша бәрін шешпейді. Аружан, бәрі дұрыс па? Менің бауырым бар екен. Сен білмедің бе? Ұлы болады екен. Күшті емес пе, Аружан? Сен оны қайдан білесің? Апаң айтқан болатын. Бірақ маған ешкімге тіс жарма деп айтқан. Мен сені біледі деп ойладым. Ештеңе түсініп тұрған жоқпын. Апамның аяғы ауыр ма? Аружан, дұрыстап түсіндірші. Әкем ДНК тест жасапты. Басқа біреудің баласы болып шықты. Басқа әйелден. Түсініп тұрсың. Шеф, Дастан осында жүр. Сізді жұмыста емес дедім. Бірақ сонда да кетпей қойды. Осында жүр. Келсе қайтем? Жомарт, завод жайлы сөйлесу керек. Біріншіден, мен сені күткен жоқпын. Екіншіден, менің ережемді білесің. Мен тек қана... Жомарт, серіктесті өзің таңдайтынын бәрі біледі. Бірақ менің ұсынысым жай ұсыныс емес. Сенің туыстарыңа қатысты. Соны айтуға келдім. Қандай ұсыныспен келгеніңді білмеймін. Бірақ Ерболдың қазір ақшасы жоқ. Өмірі болғанда емес. Ерболдың ақшасы жоқ екені рас. Бірақ ақша болады. Саған сөз беремін. Сөз беру, ант су ішу осы әңгіме. Әсіресе сен сияқтылардың сөз бергеніне сенуге болмайды. Мен айтып қайдайсың? Жомарт, былай істейік. Маған заводтың құжатын бір аптаға бере тұрасың. Мен саған бір аптада ақша түсіремін. Болмаса, құжаттың барлығын қайтарам. Ұсыныс осындай. Көрінген қайыршыға бір аптаға бүкіл құжатты беріп тастайтын ақымақты тапқан екенсің. Бір аптада не өлдіретінін қайдан білейін? Не болса да, менен 10%-ын аласың. Егер ойым жүзеге аспаса да, солай болады. Бопты. Жиеннің қолына не келетінін көрейін. Маған сол қызық. Ал саған айтарым. Бұдан мен ұтам. Сен емес. Аяғына дейін жеткізе алсаң, бірге істейміз. Құжатты көмекшіден аласың. Боссың. Рахмет. Азамат аға! Азамат аға! Рахмет сізге. Бүгін сабақ күшті болды. Саған шынымен ұнады ма? Мен бүгін бірінші рет сабақ беріп тұрмын ғой. Я, сіз нағыз суретші екенсіз. Сіз сияқты бояулар туралы маған ешкім айтпаған. Мен 3 ай бойы сабақ оқыдым. Бірақ бүгінгідей сабақ өтпеппін. Рахмет досым. Маған бұл өте маңызды. Суретші жақсы мамандық деп үйдегілердің біреуді айтпаған. Емтиханға дайындалудың орнына сурет салып отырсың.
Сәулетшінің мамандығы өте қиын мамандық. Ерболға қараш, сабағын бас алмай оқиды. Ал сен болсаң, қайдағы бірдеңе істеп отырсың. Мен сурет салған жақсы көрем. Сызу ұнамайды, Ерболға ұнайтын шығар, ал мен амал жоқ оқиын. Қойшы, сенің қай бір суретші шыға тисің. Бір алманың суретін сап, суретші болып кеттім деп ойлайсың ба? Сандырақтамашы. Неге екеуің бар екенін білу үшін соны істеп көру керек шығар, әке. Мысалы, Әбілхан Қастеевтің басында ешқандай қолдаушысы болмаған. Ал қазір Әбілхан Қастеев әлем мойындаған мықты суретші. Қастеев, саған айтарым, Қастеевтей бола алмаған мыңдаған суретші бар. Азамат аға, мен үйге бара берейін. Ай, Сау болыңыз. сау бол ағай. Майя, не болды? Азамат, сенімен жолығуым керек. Оңашада сөйлессек бола ма? Қай жерің қайда? Білмеймін, сендер жаққа барсам қалай болады? Ербол үйде ме? Сабағына кеткен сияқты. Не болғанын айта алмайсың ба? Азамат, бұл телефонмен айтатын нәрсе емес. Түсіндім. Жатақханаға кел, мен қазір барам. Ербол, Азамат тағы да сабаққа келмеді. Бірнеге ұмытып қалған жоқ па? Мұрат Нұрланұлы, мен Азаматпен өзім сөйлесем. Сөйлесем деп қанша рет айттың? Өзің болсаң сабаққа ара тұра келесің. Ал Азамат мүлдем қарасында көрсетпейді. Оқысы келмейтінін мен бірден байқағам. Я, оныңыз рас. Сәулет оқуы маған маңызды болғанымен Азаматқа ондай емес сияқты. Ата-анаңды қатты құрметтеймін. Сол үшін бір апта ғана уақытты сөз аламын. Мынау байқаудың нобайы ма? Я, ақырындап реттеп жатырмын. Осыны аяқтаған соң Сәкенге өткізсе қалай болады? Ал сен келесі байқауға қатысасың. Сәкенге? Байқауға ақыры Сәкен жібергіңіз келе ме? Басқа кімді жіберем? Сіз баған істесең, деканға Азамат туралы бір ауыз сөз айтар едім. Сәлеметсіз ба? Бөлмені жинау керек деген сіздер ма? Кім бар? Тағы да екеуміз қалдық па? Бәрі қайда кеткен? Аружанның жұмыс графигі қатаң. Көшкен соң әкеңнің бас кеңседе қызметі көтерілді ғой. Ол да күні-түні жұмыста. Дәрежесі өссін деп іссапарға 3 жылға кеткеніміз содан ғой. Білем ғой. Апа, Ау, сіз маған мынаны айтыңызшы. Дастан туралы не дейсіз? Дастан? Өзінде өзі сенімді, ширақ жігіт екен. Қысылмайды, қымсынбайды. Бірден көрініп тұр. Апатай, Ау, сіз осы әкем біреумен төбелескенде қатты қорыққан шығарсыз, я? Иә, қатты қорқатынмын. Әкең үшін уайымдайтынмын. Несі қызбайды. Өзіңіз үшін қорыққан жоқсыз ба? Төбелесетін әкең ғой, мен емес. Несінен қорқам? Аружанды тапқанда әкең сот қаралығын қойды. Ал сен өмірге келгенде әкең әлемдегі ең мейірімді әке болды. Ренжіме Ербол. Бірақ бұл саған қарағанда маған қажетірек болып тұр. Алло, Дастан? Зауыт жайлы сұрайын деп едім. Қашан кездесіп сөйлессек болады? Шыдасам бәрі өзгереді екен ғой. Не дедің? Жоқ апа, жай ойланып кеттім. Апа, сіз таң атпастан тұздалған қияр жейтін болғансыз ба?
Білмеймін. Жегім кіп кетті. Жарайды. Қашанға жасып жүреміз? Аяғым ауыр. Не дедіңіз, апа? Аяғым ауыр. Аружан, тез. Аружан, неге телефоныңды көтермейсің? Мен саған қоңырау шалдым ғой. Не болды? Аружан, менің саған күшті жаңалығым бар. Біздің апамыздың аяғы ауыр. Ой, қош Сая. Аружан, шын айта, маған апамның өзі айтты. Аружан, бізге гендер пати ұйымдастыру керек. Қатты қуанып тұрмын. Аружан, естіп тұрсың ба мені? Ой, қош Сая. Өзім жұмыстан шаршап келдім. Аружан, біздің апамыздың аяғы ауыр. Қайрат. Меруерт әлі оянған жоқ. Оған Аружан қарап отыр. Ербол мен Азаматта қолдарынан келгенше көмектесіп қояды. Сен мені кешір. Сол күн үйлеріңе жеткізіп салуым керек еді. Айтпақшы, Аружан күйеуге шығайын деп жатыр. Ал Саяның жігіті үйге келді. Есімі Дастан екен. Өкінішке орай маған жігіті ұнамады. Сен өзің айтушың ғой. Араласпа. Кедергі жасама. Көмек қажет болса өздері айтады деп. Я, Қайрат. Сенің өзің де ақылың да маған жетпей жүр. Үй, жаным келіп отыр. Не болды, қызым? Шаршадың ба? Өң қашып кетті ғой. Иә, бүгін жұмыс сәл қиындау болды. Айтпақшы, әкем қайда? Қайда болушы? Жұмыста шығар. Апа? Әкемнен біртүрлі ештеңе байқамадыңыз ба? Не болды? Жоқ, жай сұрағаным ғой. Үйлену тойымды ойлап, ойымдап жүрмін. Неге екенін білмеймін, бірақ күмәнім көп. Күмәнім көп? Сен қыз бір нәрсе жасып жүрген сияқтысың, ә? Жоқ, апа, бәрі дұрыс. Жай тойым жайлы ақыл сұрайын деген ғой. Той, ұмыт кетіппін. Маған дәріханаға бару керек. Қазір келем, я? Майя, не болды? Інімді оңалту орталығынан қуып жіберді. Азамат, не істеймін? Уайымдама. Бәрі дұрыс болады. Жүр, ішке кірейік. Жүр, уайымдама. Жүр, абайла. Аружан? Мұнда не істеп отырсың? Неге жалғыз отырсың? Бірден болып қалды ма не? Не болды, қызым? Әке, құттықтаймын. Рахмет. Не себеппен құттықтап жатсың? Ұлыңызбен. Ұлым екен. Білдіңдер ме? Неге жылайсың жаныма? Ұл болса жақсы ғой, өнің болады. Сыртта басқа ұлыңыз бар екенін білем. ДНК тестіне әкелген үлгі ер кісінікі. Жасы 20-дан асқан. Қашан? Апама қашан айтайын деп жүрдіңіз?
Қызым, мен қазір бәрін түсіндірем. Рас екен ғой, иә. Апама айтуға батылым жетпеді. Ал сіз сатқын екенсіз. Қызым. Жақындамаңыз. Біз нағыз отбасымыз ба деп жүрсем, сізден үлгі алдым, сіздердей өмір сүргім келді. Сөйтсем, апамның көзіне шөп салып жүріпсіз. Жоқ, олай емес, қызым. Жолама маған. Шеф, зауытты неге Дастанға бердік? Соны түсіне алмай жүрмін. Ерболдың болса ақшасы жоқ. Не болып жатыр өзі? Дастан жүрген бір алаяқ бандит қой. Ойында не бар екенін де білмейміз. Бірдеңе бүлдірсе, түрмеден бірақ шығамыз. Бізге дәл сол керек. Сотталғанымыз керек па сонда? Дастан арқылы біздің Ерболды тақырға отырғызу керек. Дастан бізге барлық жағынан ыңғайлы болып тұр. Солай шығар. Бірақ бұндай іске біз бармаушы едік қой. Енді барамыз. Ерболды тығырыққа тіреу керек. Несие ма әлде өтірік келісім шарт жасатамыз ба? Дастанның айтысын қолданамыз. Ол заңсыз риэлторлармен жұмыс істейді ғой. Бізде дәлел жоқ, бірақ Дастан арам екенін бәріміз білеміз. Сондықтан қара. Мынау Дастан және оның арам пайда табу құлқыны. Ол өз құлқыны үшін еш нәрседен тайынбайды. Ал мынау Ербол. Әке-шешесінен айырылып, не істерін білмей жүрген ақмақ. Ал мынау жарты бағасына сатылып жатқан зауыт. Қазір Дастан Ерболға үйге қатысты не бір қулық ұсынады. Зауытты алу үшін үйді сатқызады. Ал зауытты қымбатқа сатқысы келеді. Қысқасы, қолдан құжат жасайды. Ал Ербол қателесіп қақпанға түседі. Менің жігіттерім Ерболды ақыл есі дұрыс емес, қабілетсіз деген диагноз қойғызады. Ал бұл дегеніміз не? Ербол мүлікке иелік ете алмайды деген сөз. Дауыс беру құқығынан айырады. Енді ең басты не екенін білесің бе? Ең басты біз судан таза, сүттен ақ болып шығамыз. Оған дейін сот мені қамқоршы қылып тағайындайды. Үй менікі. Онда жалдаушылар не үшін үйге кіргіздің? Сонда үй бостан босқа тұрады ма? Жалға беру ақшасын өзіміз аламыз. Оның үстіне әзірге меруертке төлеу керек. Уақыт бізге жұмыс істесін. Сіз кімсіз? Мынау не? Жинаушымын. Ербол Әлімбаев деген кісі жинауға тапсырыс берген. Сол сіз ба? Жоқ. Бірақ кім болсаңыз да маған бәрібір. Жинап жүріп, мынаны тауып алдым. Менде камера бар. Ешкім мені ұрлап алды деп айыптай алмайды. Міне. Сіз мұнда қалай кірдіңіз? Сіз элиталы, тұрғын үй кешенінде емес. Жатақханада тұрасыз. Кілт вахтада бар. Ақылы жинау қызметі де бар. Тағы да қайталаймын. Менде камера бар. Бәрі осында жазылған. Мына жерден тауып алғанда камера түгел жазып алды. Қазір полиция шақырады. Жоқ, аға, тоқтаңыз. Аға, өтінемін, полиция шақырмай қойыңызшы, келісейікші, өтініш. Жоқ, келісе алмаймын. Полицияны осы жерде күтеміз. Жоқ, аға, жүріңізші, шығып сөйлесейікші. Жүріңізші. Рахмет, көмегіңіз тиді. Тағы да керек болсам, айтарсың. Ана бала менттерге бармай ма? Қайдағы менттер? Флешканы бер.
бұл сенің кепілің. Сосын қапшықты бөлмеден таптың ба? Таптың. Ол жерде сеңдегенін жатты ма? Жатты. Оның өзі үлкен заңға зұшқық. Сондықтан менттерге бармайды. Ерболдың жинауға тапсырыс бермегенін атталсашы. Ерболды өзім қыдырам. Жоқ, бұны өзіңде қалдыр. Бірақ сатушы болма, түсінің бе? Әйтпесе түрмеден бірақ шығасың. Завод жайлы қайдан білдің? Саған соны білу маңызды ма? Мен өз жұмысын жақсы білетін адаммен сөйлесем деп ойландым. Кімге сатқан бәрібір емес пе? Сен сонда не дегің келіп тұр? Әлде сен менсің бе? Мен болсам, онда сен кімсің? Қысқасы, былай істейміз. Мен зауытты сатып аламын, ал сен артық сұрақ қоймайсың. Ақшаң бар ма өзі? Менде үй бар. Үйді не сатамыз, не ауыстырамыз. Сөйтіп ақша сенікі болады. Келістік пе? Ойлан көрем. Үй жинаушыны әрең тыныштандырдым. Шынымды айтсам, сен берген ақшаны түгелдей сол кісіге беруге мәжбүр болып, енді қайтадан ақша керек. Менде есірткі болу мүмкін емес. Ерболда да болмаған. Бұл біреудің істеген қастандығы. Полиция шақыру керек. Әрине қастандық. Жоқ, Азамат, сен қызықсың. Қалай сондай аңқау болуға болады? Өзің үйде жоқ болсаң, үй жинаушыны шақырма дегенді естіген. Ерболға үй жинаудың не қажеті бар? Сонда өзіміз жиналмаймыз ба? Өзіміз жинайтынбыз, бәрін өзіміз істейтінбіз. Апама да көмектесетінбіз. Бұл жолы сен оңай құтылдың. Келісте бұлай құтыла алмайсың, Азамат. Сосын бұл оқиға жайлы Ерболға айтпаған жөн деп ойлаймын. Қайтесің көңілін түсіріп? Жақсы. Дұрыс айтасың. Айтпаған дұрыс. Мен ақша тауып барлығын бір тиынға дейін қайтарып беремін. Уайымдама. Сен мен өзімді сондай бақытты сезінемін. Сен сондай ерекше адамсың. Мен сені жақсы көремін. Кешір. Азамат, маған ғашық болғым келді. Менің өмірімде мен алдаған опасыздар көп болған. Бірақ сенің маған деген қарым-қатынасың, мейірімің сондай ерекше. Азамат, кешір. Алло, мен келсем. Неге үйге бармадың? Не істерімді білмей отырмын. Бізді неге алдап жүрдің? Осы уақытқа дейін көңілдесің болған. Оның маған қалай ауыр тигенін білсең. Ал енді келіп, не істерімді білмей отырмын дейсің. Қызым. Не айтатыныңды білем. Әкеңмен бұлай сөйлеспе дегің келе ме? Әке, сен маған өмір бойы үлгі болдың, өмір бойы. Үнемі сенің көңілінен шығуға тырыстым, ал сен бізді жерге таптадың. Қызым, менің көңілдесім жоқ. Егер тыңдасаң, мен бәрін айтып беремін саған, түсіндіріп басынан бастап. Онда саған бір сұрақ қоям. Ары қарай қалай болатыны сенің жауап бергеніңе байланысты болады.
Апама айтам ба? Бұдан бұлай саған қалай қарайым? Үйде ары қарай не болады? Бәрі жауабыңа байланысты болады. Сен бізді тастап кетесің бе? Жоқ. Тастамаймын. Қазір ол әйелмен араласасың ба? Араласпаймын. Араласқан демеспін. Өтірік айтпа. Рас айтамын. Дәл қазір араласпайсың ғой. Араласпаймын деймін, шын айтамын. Жақсы. Онда апам мен Саяға ештеңе айтпаймын. Айтпесе, апам мен балаға қиын болады. Дұрыс айтасың. Бірақ бәрі орнына келгенде, шындықты өзің айтасың. Бұл саған қояр талабым. Жарайды. Бір фраер пайда болды. Мен арқылы заводты сатып алам дейді. Ондағы жоламай қойсаң қайтеді? Тұзақ болсашы. Сосын завод туралы қайдан біледі? Басында мен де қорыққан, сосын бәрібір деп ойлаймын. Ал біреу бізге орғазып жүрген болсашы. Сосын Ербол мен Азаматты лақтырам деп еді. Лақтырам. Байдың баласымен қоса лақтырам. Ашыңыз, полиция. Ашыңыз, іште екеніңізді білем. Дайын болды. Сенімен көзбе-көз сөйлесейін деп әдейі келдім. Басын ашып анықтап алайық. Кейін артық әңгіме болып жүрмесін. Жарайды. Анықтасақ, анықтап алайық. Мүмкін отырарсың? Жоқ. Тұра берем. Назерке. Әнуар менің балам екені рас. Зертханада 99.8% мүмкін деп отыр. Мен әке болған қашпай, Назерке. Көп жыл өтсе де баланың әкесі болу керек. Тек мен түсініп алайық. Мен бала шағамды тастамай. Гүлназымға түсіндіріп айтам, менің бұл жерде ешқандай кінәм жоқ. Иә, жан. Тек саған айтарым, арамызда ештеңе болмайды. Маған өзімнің отбасым маңызды. Айтқаның болсын. Тойға шаң тауып берем. Кез келген бақытты Әнуардың қасында болуға тырысамын. Мен ойлаймын, отбасым мен түсінеді деп. Жарайды. Бірақ менің де саған айтарым бар. Одан бұлай бір-бірімізді түсінгеніміз үшін кел, құшақтасайық. Сізге апаңыз Меруерт Әлімбаева жайлы бірнеше сұрақ қоямын. Жаңа фактілер пайда болды ма? Жексұрынды таптыңыздар ма? Әзірге таппадық. Бірақ бұл істің тонауға қатысы жоқ деген күдік бар. Сонда не болған? Басқа сұрақтар туындап жатыр. Бірінші сұрақ. Ініңіз екеуіңіз неге жатақханаға көшіп кеттіңіздер? Қайғылы жағдайдан кейін қала алмадық. Қайғылы жағдайдан кейін? Онда неге Жомарт көкеңіздің үйіне көшіп кетпедіңіздер? Жалғыз туысыңыз емес пе? Жомарт көкемізге масыл болғымыз келген жоқ. Жалғыз туысым емес, апам тірі. Иә, ренжімеңіз. Сонда кімнен күдіктенесіздер? Бәрінен. Жұмысымыз сондай. Назерке не істеп кетті? Кепті ғой. Ануар, не болды? Керемет сурет. Қайдан аққансың?